Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Люцернде жүретін екінші күніміз болады. Сондықтан, мысалы үшін мен кеше, на самом деле, хостелға дұрыс жолмен емес, дұрыс емес жолмен келіп, сол үшін өте жай келген екенмін, өте қиналып. Бүгін болатын болса дұрыс жолмен жүріп, жалпы кеше көре алмаған или көрген жерлерімізді, бірақ жақсы освещение ретінде көреміз деген ойдамын. Жалпы осындай кішкентай қарапайым үйлерде өмір сүрер екен. Настоящие швейцарцы города Люцерн. Сосын байқаған жерім осындай бар. Думалақ әртүрлі цветтерде стилген андайлар. Это знак того, что осы жерлерде көп балдар өмір сүреді. Сол үшін осы жерлерде машиналар в основном максималды оқыпты, немесе мүлдем басқа жол алып, сол жолмен жүру керек деген бір қандай андай знак. Кішкентай ақ. Бүгін рахаттанып шынымен дұрыс жолмен жүріп, жалпы төбеден төбе паски қылмаймын десем, өте қателескен екенмін. Даже осындай қысқа жолда обязательно осындай төбеліктермен, пасктермен ажыралып келерген. Сондықтан шынымен Швейцарияға келіп, азып, физкультура істеп, әдем болып келу, это реально дұппа. Анау бір жақта стройкада кетіп жатыр. Мүмкін бір швейцарец өзіне үй соғып отқан шығар, білмеймін. Мінекей. Пока что мен көріп келіп отқан үйлер очень даже милый, осындай бір күшті зелендермен как бы оформление қылынған. Как будто в лесной бір домикте өмір сүріп отқан сияқты. А мына жақта уже многоэтажки. Кешегі мен келе беретін жерде болса, осындай жерлерде даже огород егіп тастаған ғой жұрттар. Огородтарында воскресенье күні рахаттанып, жемістерін жинап отырған. Наконец-таки біреулердің үйлерінің арасынан отыр. Осындай бір үлкен жолға шықтым. Өмір шықпайтын ойлаған едім. Осы жерде қап кетем ба деп. Құдай сақтап қалды. Бағана осы көп балалы андайларда, домдарда осындай бір қызыл нәрсені бүйтіп даже қоршап тастар екен, вообще улицалар кірмесін деп, басқа бөтен машиналар кірмесін деп, и приватштрасса деп прям жазуымен соның барлығын обезопасовать ететін деп па. Мына дейтін болатын болса, кішкентай балалардан детский садик екен. Очень даже прикольно. Оформлениясына сөз жоқ деп па. Сөйтіп мына көшеде де осы. Мүмкін даже осындай детский сад, мектептердің қасында да осындай знактар болады ау. Себебі мына жақта, опять же, мектеп, кішкентай балдарға арналған мектеп. И мынау бірінші мені Швейцария, Люцерн қаласында көріп атқан водопойник. Соның қасына барып, келіп, қазір өзімге азғантай су жинап алам. Шөлде болып адым себебі. И сосын тағы бір замечать еткен нәрсем, именно осы Швейцария, Германия, Бельгия жақтарда әсіресе осындай көп адамдар жайғасатын жерлерде осындай бесплатный туалеттіктер болады. Ішінде барлығы бар, су бар, мыласы бар, полотенцелары бар, қол сүртетін бар, и все главное бесплатно. Мысалы үшін сол Италияда жүргенде, үш қалада жүргенде, мен даже бірде, хотя бы даже маркеттің ішінде, үлкен универмагтың ішінде бесплатный туалет таппағам. Оны монетизация қылып, жалпы итальянцы содан да ақша көретін болады. Мына жақтан наоборот рай ғой. Қалаған жеріңге келіп осы су ішіп аласың, суыңды бәрін жинап алып, и қалаған жерге барып, сөйтімдерін істеп аласың деп па. Осы бұл жерде архитектура разноцветная, гармоничная. И очень даже ничего. И кешегі сол бүйтіп төбеге қарай жүргенімізге жараса, енді думалап кетіп жатыр. Соның как бы жемісін алып. Мынау бір қазір кіріп қалған улицанандайлары болатын болса, домиктер болатын болса, одан да вообще сногсшибательный ғой, әдемі. Фисташковый реңк, розовый реңк, синий реңк. Білмеймін, опять же розовый реңк. Персиковый рейн. Очень мило, очень красиво. И походу бұл жерде как бы детский сад или парк сияқты бір қандайдар жер. И не
негізі прикол не прикол, бірақ менің мамам обязательно осындай бір немісше қандайдыр бір қаланың аты бар знактарға көбірек суретке түс, көбірек видеороликтер түсір. Сол кезде действительно білінеді, сол бір қалада жүрсің ба, басқа бір қалада жүрсің ба деген приколдар бар екеуміздің арамызда. А вам такое возможно, да? Знакомо? И вот тағы бір прикольная улица өзінің граффитисімен. Күшті? Негізі осы немістер, опять же бельгийцы, наверное, Швейцария. Граффити істеуге вообще молодцы екен. И, конечно же, кешегі анау умирающий левтің статуясына жетіп қалған сияқтымыз, потому что мына жақта уже левқа арналған бір знактар шығып жатыр. Жан жағымызда осындай крутой отельдер табылып жатыр, капсульный, олар әсересе қымбат болады. Просто хостелдардың жақта тұрсын. И осы жолды сәл кесіп өтіп, умирающий лев статусына қайттан барайын деп жатыр. Мына жақта уже бала-шаға жиналып қалған деп па. И осы кішкентай балалардың жақта тұрсын, уже үлкен адамдар келіп алған. И осы умирающий левқа қайтып келдік деп па. Но при хорошем освещении. Адамдар қырған. Ну, сравнительно қырған. Левтің түрі осы. Анау бала-шағалардың бәрі келмей тұрып тез-тез көріп алсақ. Шеттерін. Кеше негізі жаңбыр жауған. Оның түрі осындай. Мен ойлаған едім, мынау бір қара бірдеңелерде тоже какой-то силуэт шығар деп. Умирающего льва, но нет. А мына дейтін кәдімгідей очередной сувенирный магазинчик. Ішіне кіруге де қорқасың. Потому что какой-то там брелок, но за 5 мың теңге тұрғаннан кейін ішіне кіріп, жұрттың уақытын кетіріп не істейміз деп айтпақшы ма. Гравировкасымен, все бесплатно. Мына жағында да бар негізі сувенирный. И даже қандайдыр бір музыкальный нәрселер сататын нәрсе. Магазин? Негізі оны мен бұрын да білгем. Бірақ бізде Қазақстанда мысалы үшін максималды керемет киінетін, как бы богато көрінетін, ол дейтін қандайдыр бір Турциядан келген бір менталитет болса да, біз богатый адамдар, біз емес, конечно, негізі Қазақстанда богатый адамдар көбінесе выпендриваться етіп, максималды жақсы киінуге, максималды ең қымбат дүниелер сатып алып, өздерін көрсетуге әрекет қылады. Здесь в Европе точности да наоборот. Адамдар максималды қанша как бы по-простому киінетін болса, по-простому көрінетін болса, даже самый өздеріне крутой тачкалардан шығатын адамдарда осы жерде қандайдыр бір спортивкада жүретін болады. И соған таң қалу керек емес деп па? Наоборот, именно Европада керемет киінетін адамдар, керемет көрінетін адамдар, ол ең бедный адамдар болып шығады. Мынау кешегі дәл клуб магазины ғой. Но на этот раз все открыто. На жақта продуктовый. Неше түрлі, как в Италии сатылатын продуктовый. На жақта касса. На жақта аяқ киім, киімдар сатылатын жер. Детский, не детский. Так, екінші этажда сол тағам ішетін жер. На жақта опять же сувениры. Ақшам жетпейтін. Кешегі уже последний ақшамда Люцернің хостелына беріп жүрген ба. На жақта ішімдіктер. На жақта қандайдыр бір білмеймін бірдеңе. И даже мына жаққа да кіруге болады. Кеше осы жердің барлығы жабық болған. Вот вам аптека. Апотек. Сумочки всякие. Что, по идее, духи алам деп ойлағам. Походу, нечайно осы бүгін ертең ақша түсіп қалса,
Ну еще не поздно, Цюрихтан аламыз. Juda bir люцернан алмасақ та. Аяқ киім. Мен кеше былай жабық болғанға бүйтіп қараңғы. Бір экстремально кішкентай бір универмаг па десем, мынау прям и еще больше деген тема ғой. Как раз осы кварталдың визитной карточкасы. А жағы опять продуктовый. Барлық жерде лев деп жазылған. Сувенирный или канцелярский. А это уже выход. Главный көрдік. Көп нәрсе бар екен, ақшамыз болып қалса, Цюрихта қайтан кіре саламыз. Ана жақта индийский ресторан. Біз болатын болса, бағанағы левтен тік паске қарай домалап кеп жатырық. Бағанағыдай куб деген универмагтан шығып. Су тегін арзан, бірақ даже сондай су тегін арзанға да ақша жоқ деп па. И осы әжептәуір кішкентай қала екен. Мен анау YouTube, TikTok-терге қарап бір үлкенірек Леон сияқты нөха-бөха жүретін бір қалама десем онша. Ондай емес екен, өтірік болып шықты деп па. Көретін жерлері максималды бір-біріне жағын. Ұзақ жаққа барудың ешқандай қажеті жоқ. Ну, бір күн қарауға, қыдыруға болады. Но не более біздің қыдыруымызбен. И тағы бір походу интернациональный, европейский бір отель. Мүмкін қандайдыр бір сообщество организацияны таптық. Өлтіріп, асты тұрған флагтарын гербтермен қосады па. По идее, қазір уже жаңбыр жауатыр, бірақ жайлап. И именно осындай погодада жүру маған максималды ұнайды. Чем кешегідей бұжып тұрған, қазір бір упаду в обморок деген погодадан. Жалпы осындай погода мына артық емес па. И осындай бір Hermes, Cartier бутиктердің сырттарына осындай бір прикольный нәрселерді қойып қояр екен. Мен олар тек қана сағат, ювелирка сатама десем, осындай бір нәрселер де бар екен. Но опять же, кешегі ана кредит беретін банк. Гүлдері бар. Мына жақта Rolex. И мына жақта старинная башня. На секундочку осындай машиналар жүретін трафикке қарайық. Возможно, как в том видеоролике, типа такое ощущение, как будто вот в Цюрихе у всех есть бабки деген сияқты. Тема шығама шықпай ма, блин. Инки автобуслар. И опять же кешегі мынау Julius деген бар. Мына жақта Chibo деген андай. Кофе. И осы ЖД ар жақта болатын болса, набережнайын о жақ, бұл жағын қыдырам деген ойдамын. Мынандай бір нәрсеге шығаламын, шығамаймын ба, білмеймін. Опять же, кеше есіңізде болатын болса, осы жерлердің барлығында кафешка болып, жалпы адамдардың барлығы отырған. Обед болғандығы себебі. И плюс, жалпы воскресенье болғандығы себебі. Айналысы осындай. Қазір болса ешкім жоқ, сөйтіп рахаттанып, қазір көріп, спокойно көруге болады, бірақ мына жаққа шығамай. Жалпы осы.
Е болса, жалпы обеденный перерыв болғаннан кейін, плюс адамдардың барлығы по максимуму жоқ болғаннан кейін, даже осындай бір жерлер ашық болып қалған. Фотосессия істеуге спокойно тұрып, келіп, ешкімде ыңғайсызданбайды па. Тек қана трайподыңыз болса болды. И осы именно жақта бір мост шығады. Такой маленький, такой креативный, да? Жақта сол кешегі Рад Хаус. Мына осы бағанағы көпірге шығып, көпірдан көрінетін видіміз. Очень даже ничего. Опять же, қазір солнце жоқ, погода бұлтты, бірақ осымен де адамды қуантып жатыр деп па. Көпір жалпы осындай бір фонариктермен басталар екен, узорларымен. Былайнан кете береді, былайнан. Қалсаңыз көпірмен, қалсаңыз анау деревянный бір гүлдері бар, бірдеңеден өтуге болады ішінен. Менде сәл клаустрофобия бар, сондықтан қоя салдым деп па. А вот көпірдің мына бір жерінен біз кеше өтпедік. Ана жақта тур болып жатыр, орыстар үшін. Походу осы көпір істеп жатқанда бір пожар болған ба, бір қандайдыр несчастный случай болған ба, бірақ барлық аман есен суға түсіп, қашып құтылып алған деп айтып жатыр. Хотя логически осындай бір не дейді? Құдай железо емес анау дереводан көпір істейтін болсаң, ол жанбай не істесін. И жалпы негізі осы шетелге шығам, бірақ тілді онша білмеймін деп уайымдайтын болсаңыз, я вас уверяю деймін. Сізден де тілді жаман білетін испанцы, сізден де жаман тілді білетін французы, сосын және кім? Русский вообще ағылшынша білмейтін, немшен білмейтін адамдарда просто былай қолдарымен языком жеста дейді ма? Соның бәрін тамақ сорап, жол сорап, аман есен жүр әйтеуір. Ешкім оларды зорламай, өлтірмей, спокойно барлығы. А это уже другая культура, другая цивилизация демекші. Немісше, французша сөйлейтін адамдардың барлығы самокатта жүреді. А кешегі көрген итальянцы, конечно же, мопедте. Другие миры деп бар. Біздің жадамыз ар жақта пойызға отыруға әлі 2 сағат бар. Сондықтан енді мына бір бетке барып, соқта демалып, соқта бір көретін нәрселеріміз көріп алсақ, және бірі жақсы суреттерге түсіп демекші. Сөйтіп болса, ЖД вокзалымыз, біз болса қазір мына жаққа барып, кешегі анау набережныйлы орыстар, украинецтер, қырғын кездескен жерге барып келсек. 2 сағат уақытымыз бар әлі. Әлі де іздеп жатырық крутые тачкелерді. Хотя тачкаларға вообще қызықпаймын да, олардың түрлеріне бармаймын да. Ну, возможно, осы видеороликті көретін еркектер үшін қызық болатын шығар. Швейцарияда қандай машиналар жүретінін қарап. Богатый, не богатый, так себе, не так себе. BMW?
Комментарий бөлігінде жазуды ұмытпаңыз. Действительно нормальный машиналар болды ма, болмады ма? Сөйтіп біздің миссиямыз жолдың ар жағына өту. И осы наконец-то өтіп алдық. Официально қайтадан жаңбыр жауды. Таулардан кәдімгідей бу шығып жатыр деп па. Себебі кеше керемет ыстық болған ғой, кәдімгідей как будто бір жаз сияқты. Жаңбыр жақсы ба, жақсы? Кешеде айтқан, бүгінде айта салайын деп па. Женева қарағанда. Люцерн су такой спокойный, спокойный. Прям рахат. Я в дзене деп па. Ана жақта тек қана бір матрастар қойып тастап, медитация жасау ғана жетпей жатыр, қалған барлығы бар ғой условия. Кейін еще бір особенность осындай бір парктардан, осындай бір стульчиктеріне на каждых языках мира, даже на русском. Добро пожаловать, willkommen деген сөздерін барлығын гравировка қылып жазып тастаған болатын. Очень так мило деп, қонақ жай ғой, короче, андай. Швейцария. Bienvenida на испанском. Айтып жатырмын ғой, өте кішкентай қала, одно и то же жерді айналып жүре бересің. Ну, возможно, әрбір айналып жатқанда басқаша бір жерлер көресің. Чуть-чуть басқа бір айырмашылықтармен. Мына бір парктың ішінде болса, кәрі кемпір шалдар осындай бір железный думалақтарды ату ойын ойнап жатыр. Білмеймін, в чем конкретно состоит цель этой игры. Бірақ әйтеуір бәрі жиналып алып, песоктың үстінде бала сияқты ойнап жатқан ба? Прикольно. Кейін мына қайықтардың арасында такси қайықтар да бар екен, туры Венеция сияқты. И, возможно, они были востребованы когда-то летом демекші. А пока что әшейін тұр. Шан жинап. Сөйтіп негізі осыдан бір 3-4 жыл бұрын кездесіп жүрген бір европейский жігітімен сөйлесіп жүргенде жалпы оның суреттеріне қарап керемет завидовать ететін едім. Осындай бір қайықтардың қасында суретке түскен, қандайдыр бір әдемі пляждардың қасында. Сол кезде көп сұрайтын болам, қай хабар демалып келдің, анау не істедің деп. Сол кезде Швейцария, білмеймін, там Францияның западной частіне, там южной частіне деп жыртылатын еді. Бірақ сол кезде мүмкін бір жақсы ниет қылған шығар. И осы 3 жылдан кейін өзімде ол келген жерлеріне, мүмкін одан да керемет жерлеріне 1 жыл ішінде, 2 жыл ішінде осылап қыдырып ойнап келіп жатырмын.
Сондықтан ешқашан біреудің видеороликтерін или немесе суреттерін қарағанда бір қандайдар ашитын жағынан емес, завидовать ететін жағынан емес. Просто действительно осы дейтін маған қандайдар Құдайдан знак болатыр. Мен соны көрген болатын болсам, значит өмірімде осындай бір событие скоро мағанда келеді деген бір жақсылықпен, ақ ниетпен завидовать ету керек екендігін өзімде түсіндім деп па. Швейцарские горы, швейцарская натура деп па. Природа, nature. Сөйтіп жүрттің барлығын яғып спортивкада осы жерде жүр десем, это не из-за того, что бұл парк, олар спортивкада жүр. А на самом деле осылай тік қарай жүре беретін болсаңыз, прям тік. Сол жақта бір андай бар. Уже чисто мынандай зона. Зелень. И кешегі бір қыздар айтуы бойынша сояққа барып олар хайкинг істеп келген. Яғни төбеден төбеге, төбеліктерге шығып, наподобие тауларға деген сияқты сондай бір вид спортами заниматься етіп. Жалпы соның өзі де кейбір туристарға отдельный вид развлечения болып келеді. Бәсе Швейцарияға келіп, қажағына барып хайкинг істеп келеді дейін десем. Значит, определенный бір өзінің зоналары бар оның. Сөйтіп болса, думалап, жыдыға дейін жеттік. Бірақ бұл жердегі сорақ, жыды именно қайсысы? Мынау здание ма, или анау бір қасындағы здание ма? И осы, конечно же, мен зрением ең керемет адамның зрениясы емес. Бірақ, оказывается, все-таки мына жақ. Себебі ар жағында СПБ деген знагы бар екен. Ана жақтан болатын болса, білмеймін, ККК Люцерн деп жазып қойған. Мәшет, осыған кіріп көрейік, қалай екен? Мына біреулер флаги, не флаги, сол нәрсе бір түрлі болып тұрма. А вдруг и флаги? Еще осындай екен. Маған енді определенный бір таблоны табып, сояқтан өзімнің сағатымды тексеріп алсам енді. Адасып жүрудің орнына. Хотя, по идее, 2 сағат бұрын келіп алғам. Қап кетпейін деп. Сөйтіп мен мына бір таблоларды көрмей, жалпы мына бір сары таблоға кеппін. Бірақ даже сол бір ескі таблоның ішінде жазып қойған екен, что 7C, 5A дейтін платформа арқылы кетуге болады деп. Мен пока ондай анандайлар көрмедім. Тек қана цифралар көрдім, если честно. А мына как раз подземный ход. Жейтін нәрселері бар екен мақта. Су тегін магазиніміз. И жалпы мен өзім туалет іздеп жүрмін. 1,5 сағат сияқты отырам деп па. Сөйтіп болса, бірінші этаждың барлығы бутик, жейтін нәрселер, анау-мынау. И до конца өстіп кете береді. Сөйтіп болса, қайтадан жыдадан шығып кеттім. Потому что туалет платный болып шықты. А мен счетымда тек қана 600 теңге ғана ған. Сөйтіп сыртқа шыға біраз ауа жұтайыншы десем, мына жақта бесплатный туалет уже тұр екен. Вообще. Где же тут логика дейсің ғой? Ана жыданың қасындағы КЛЛ деген здание. Ол жерде кеше ғана живое выступление болған, 2-ші этажда. Жұрт шапалақ ұрып, анау-мынау қылып демалған. Пока что осы жаңбыр жауып жатыр. Суық та осы сәл. И осы жалпы тек қана бір 5-10 минуттан кейін мен пойыздың келу керек дәл осындай. Ол да СПБ деген.
Кетеміз құдай қаласа Цюрихқа 1 сағат жол. Сөйтіп осы Швейцарияда сіз мысалы үшін пойызбен кетемін дейтін болсаңыз, пойыздың билетіндағы пойыздың санымен емес, ал уақытымен бару керек екен. Себебі қазір мен уже бір пойызымды жіберіп жібердім. Потому что мен билетімдағы пойыздың номерімен сол пойыздың номері совпадать етпегеннен кейін ол спокойно кетіп қалды, а мен қалып кеттім мына жақта. Сосын қайтадан кредит алып, қайтадан 16 мыңға пойыздың андайсын сатып алып, билеттерін қайтадан осы новый пойызға отыруға тура келді. Сондықтан абайлау керек екен бұл жақта. Швейцарияда тек қана уақытпен кетесіз, а пойыздың номерімен емес.